Жылдам ақпараттарды көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Наурыз және наурыз жұмыскер ипотекалық бағдарламаларына өтініш қабылдау қашан басталады? Мемлекет басшысы 2025 жылы жұмысшы мамандықтары жылы деп жарияланды. Осыған орай Қазақстанда жұмысшылар үшін наурыз жұмыскер атты жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылады. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында іске қосылған наурыз жұмыскер жаңа ипотекалық бағдарламасына өтініш қабылдау 17 наурызда басталады. Бұл туралы Отбасы банк басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Ал наурыз ипотекалық бағдарламасына өтініштер қабылдау 5 наурызда басталады. 17 наурыздан бастап наурыз жұмыскер бағдарламасы іске қосылады. Ол наурыз бағдарламасының бір бөлігі. Бұл бағдарлама бойынша барлық жұмысшы мамандар өтініш бере алады. Өтініш берушілер жұмыс орнынан анықтама ұсынуы керек. Банк қызметкерлері ұйымның реквизиттерін және бин номерін, өтініш берушінің мамандығын тексереді, деп нақтылады Ләззат Ибрагимова. Жаңа ипотекалық бағдарламаның шарттары мынандай: мөлшерлеме әлеуметтік осал адамдар үшін 7%, бастапқы жарна алғашқы пәтер таза әлеумен толық сатып алғанда 10%-дан, ерте толық салынмаған және екінші нарықтағы үйлерде 20%-дан. Қарыздың ең жоғары сомасы Астана мен Алматы қалаларында 36 миллион теңге болса, өзге өңірлерде 30 миллион теңге. Видеомызға кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратып қойуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.